Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыз ұшу қауіпсіздігі пәні бойынша тақырып авиациялық оқиғалар мен оқыс оқиғаларды тергеп тексеру. Оқытушы мен Сұлтанбаева Күлдана Ізбасарына. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы авиациялық оқыс оқиғаларды тергеп тексеру және де осы тергеп тексеру кезінде істелінетін іс-шаралардың реттілігімен танысатын боламыз. Егер де авиациялық оқиға болған жағдайда, сондай-ақ экипаж бен радио байланыс жоғалып немесе радиолокациялық станциялар индикаторларының экранында әуе кемесінің белгілері жоғалған кезде, әуе кемесінің ұшуына басшылық жасауды жүзеге асыратын ұшу жетекшісі ол туралы авиация бөлімінің командиріне және жоғары тұрған басқару органдарының жедел кезекшісіне дереу баяндайды. Демек, бізде диспетчерлер өзінің басшыларына осы оқиға туралы дереу баяндау тиіс. Одан ары мемлекеттік авиация басқару органдарының жедел кезекшісі авиациялық оқиға туралы мемлекеттік авиация басқару органдарының басшысын, Қазақстан Республикасы Қарулы күштер бас штабы орталық командалық пунктінің жедел кезекшісін және мемлекеттік авиацияның ұшу қауіпсіздігі органдарын ауызша хабарлайды. Авиациялық бөлім командирі авиациялық оқиға туралы мемлекеттік авиация басқару органдарының басшысына және мемлекеттік авиация ұшу қауіпсіздігі органдарының басшысына дереу ауызша баяндау керек. Ал барлық дерек көздері бізде жазбаша жүргендіктен авиациялық бөлім командирі ауызша хабарлағаннан кейін авиациялық оқиға туралы жедел ақпаратты жазбаша баяндау нысанында авиациялық оқиға болған сәттен бастап 2 сағат ішінде мемлекеттік авиация басқару органдарының басшысына және мемлекеттік авиацияның ұшу қауіпсіздігі органдарының басшысына ұсынады. Бұл жедел ақпаратта бірінші берілетін ақпарат ол авиациялық оқиға болған күн Астана уақыты бойынша, егер біздің Қазақстанда тергеп тексеру жүріп жатса, жүктемесі көрсетіледі. Екінші авиациялық оқиға болған аудан, радио байланыс жоғалған және радиолокациялық станция индикаторының экранда әуе кемесінің белгінің жоғалған нүкте координаталары, әуе кемесі құлаған орын координаталары көрсетіледі. Үшінші, әуе кемесінің экипажы, ұшу тапсырмасы, метео жағдай, қай аэропорттан ұшып кетті, әуе кемесінің түрі, борттық, зауыттық нөмірі және тиесілігі туралы деректер. Төртінші, әуе кемесінің бортында болған жолаушылар туралы деректер. Бесінші, әуе кемесінің бортында қауіпті жүктің немесе оқ-дәрілердің болуы және олардың сипаттамалары туралы деректер. Экипаж мүшелері, әуе кемесінің жолаушылары және қоршаған орта үшін авиациялық оқиғаның салдары туралы ақпарат. Жетінші, номер 12-96 қаулы, бұл Қазақстан Республикасының заңы сәйкес жүргізіліп жатқан іздестіру құтқару жұмыстары туралы деректер. Сегізінші, авиациялық оқиға фактісі бойынша алғашқы іс-шараларды ұйымдастыру туралы деректер. Баяндауды беру сәтінде белгілі болған авиациялық оқиға жөніндегі нақты да мәліметтер көрсетіледі. Авиациялық оқиғаларды тергеп тексеруді ұйымдастыру. Бұл кезде уәкілетті мемлекеттік авиация саласындағы бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан адамдардан құралған комиссия келеді. Комиссияда бірінші төраға, екінші төрағаның орынбасары, үшінші комиссия мүшелерінен тұрады. Комиссия мүшелері жұмыс топтарынан тұрады. Олар ұшу тобы, техникалық топ, әкімшілік топ, диаграммалар мен сызбаларды құрастыру тобы, тергеу мақсатында қажет болуы мүмкін басқа топтар, тергеу мақсаттары үшін қажет қызмет көрсете алатын сарапшылар немесе мамандар. Бұл мамандар осы жерде көбінесе авиацияда көп жыл жұмыс істеген, авиацияның барлық қыр-сырын білетін, техниканың, әуе кемесінің конструкциясын білетін білікті мамандардан тұрады. Олар авиациялық оқиғаның немесе инциденттің және факторлардың себептерін анықтау үшін қажетті эксперименттік сараптама, талдау, зертханалық және басқа да зерттеулерді ұйымдастырады, жүргізеді, немесе самолетты кейде
егер де самолет өте көп бөлшектерге бөлінсе қайтадан конструкция жасауға көмектеседі, және де авиациялық оқиға немесе инцидентке ұшыраған әуе кемесін әзірлеуге, сынақтан өткізуге, жасауға, пайдалануға және жөндеуге, авиациялық персонал қатарынан адамдарды даярлауға және әуе қозғалысын ұйымдастыруға, әуе кемесінің ұшуларын орындауға және қамтамасыз етуге қатысты барлық мәселелерді шешетін білікті мамандардан тұрады. Келесі, авиациялық оқиғаны тергеп-тексеруге қатысты мүдделі мемлекеттердің уәкілетті өкілдері тартылады. Бұл дегеніміз, бірінші, кез келген мемлекеттің осы әуе оқыс жағдай болған мемлекетке немесе мемлекетке қатысты өкілдер бәрі де қатыса алады. Бұған мүдделі мемлекеттер: бірінші, жағдай болған мемлекет, оқыс оқиға жағдайы болған мемлекет. Екінші, әуе кемесі тіркелген мемлекет. Үшінші, әуе кемесін жасаушы мемлекет, әуе кемесінің қозғалтқыш жабдықты жөндеуді жүзеге асырған мемлекет, авиациялық оқиға кезінде азаматтары қаза тапқан немесе дене зақымдарын алған мемлекет болып табылады. Авиациялық бөлім тергеп-тексеруге қатысушы оқиға орнында жұмыс істеу үшін арнайы киіммен, аяқ киіммен, жеке қорғану құралдарымен, көлік құралдарымен және байланыс құралдарымен, қажетті құрал-саймандармен және шағын материалдармен қамтамасыз етеді. Оларға жұмыс істеу үшін қажетті жағдайлар жасалынады. Тергеп-тексеру материалдарын сақтауды, көбейтуді және оларды таратуды ұйымдастырады. Демалуға орналасуын және тамақтандыруына дейін қамтамасыз етіледі. Авиациялық оқиғаны тергеп-тексеру ұзақтығы: егер қосымша зерттеулер талап етілмесе, комиссия тағайындалған сәттен бастап авиациялық оқиғаны тергеп-тексеру актісін бекіткен күнге дейін 60 тәуліктен аспауы керек. Авиациялық оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның жұмыс істеу тәртібі: комиссияның жиналуы және авиациялық оқиға болған жерге кетуі тапсырма алынғаннан кейін 4 сағаттан кешіктірілмей жүргізіледі. Комиссия төрағасының авиациялық оқиғаға байланысты мәселелер бойынша нұсқаулары авиациялық оқиғаны тергеп-тексеруге және комиссия жұмысын қамтамасыз етуге байланысты барлық лауазымды адамдардың орындау үшін мүлтіксіз болып табылады. Комиссия төрағасы тергеп-тексерудің барлық кезеңдерінде комиссияның жұмысын ұйымдастырады, жүргізеді, бақылайды, барлық тергеп-тексеруге қатысушылардың әрекет етуін қамтамасыз етеді. Және де комиссия төрағасының соңғы шешімді қабылдау құқығы бар. Осы тергеп-тексерудің соңғы нүктесін қоятын ол комиссия төрағасы. Қажет болған кезде комиссия отырысының үнтаспалық ақпаратты құжаттау құралдарына жазу жүргізіледі. Ол туралы хаттамаға тиісті жазба жасалынады. Комиссия эксперименттік сараптама, талдау, зертханалық және де басқа да зерттеулер жүргізуді ұйымдастырады. Сараптамалар мен зерттеулер жүргізу үшін объектілерді айқындайды. Жұмыс нәтижелері сарапшы маман қол қоятын қорытынды түрінде ресімделеді. Ол авиациялық оқиғаны тергеп-тексеру ісіне тіркеледі. Демек, бұл архивке тіркелінеді. Авиациялық оқиғаны тергеп-тексеру барысында мемлекеттік орган басшысының рұқсатымен және авиациялық оқиға фактісі бойынша тергеуді жүзеге асыратын органдармен келісу бойынша тек осы авиациялық оқиға туралы нақты деректерді жария етілуі мүмкін. Демек, барлық информация осы жайында жария етілмейді. Әртүрлі себептер бойынша, егер де авиакомпанияның немесе сол мемлекеттің бір өз көзқарастары бойынша жария етілмейтін ақпараттар болса, ол авиациялық оқиға туралы нақты деректерді жария етілмеуі мүмкін. Авиациялық оқиғаның мән-жайы туралы ақпаратты осы оқиғаға тергеп-тексеруге қатысушы комиссия төрағасына беріледі. Комиссия төрағасының келісімімен олар ақпаратты ұшу қауіпсіздігін арттыруға бағытталған шараларды қабылдау үшін
қолдануы мүмкін. Тергеп-тексеру процесінде залал келтірмеу үшін көрсетілген ақпарат бөгде адамдарға берілмейді және талқыланбайды. Комиссия жұмысының нәтижелері бойынша қорытынды құжат осы қағидаларға сәйкес нысан бойынша авиациялық оқиғаны тергеп-тексеру актісі болып табылады. Ол кіші комиссиялар мен жұмыс топтарының есеп беруінде мазмұндалған материал мен қорытынды зерттеу және сараптама нәтижелері негізінде, сондай-ақ комиссияның қарауындағы басқа материалдарды ескере отырып жасалады. Тергеп-тексеру актісі 4 данада жасалынады және оған комиссия мүшелері қол қояды. Авиациялық оқиғаны тергеп-тексеру ісі 4 данада жасалынады деп айттық. Одан кейін ол 10 жұмыс күн ішінде тергеп-тексеру актісінің бірінші данасы мемлекеттік авиация ұшуының қауіпсіздігі органына, екінші данасы мемлекеттік авиацияның басқару органдарына, үшінші данасы авиация бөліміне, әуе кемесінің тиесілігі бойынша, және төртіншісі әскери прокуратура органдарына жолданылады. Авиациялық оқиғаны тергеп-тексеру ісінің мемлекеттік авиация қауіпсіздігі органдағы данасы ұдайы сақтаудағы құжат болып табылады. Қалған даналардың сақталу мерзімі 10 жыл болып табылады. Және әркім авиацияда жұмыс істеген әр маман осы авиациялық оқыс оқиғаларды болдырмауға бар күшін салып жұмыс істеу керек. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.